Сәлеметсіздер ме? Шетелдегі қазақтар каналымызға қош келдіңіз. Менің атым Анара Нұрахан қызы. Америка саяхат визасын қалай алуға болады? Бүгінгі тақырыбымыз осы жөнінде болмақшы. Саяхат виза дегеніміз бұл жердегі B2 tourism виза. B2 түрі. Өйткені Америкадағы виза түрдерінің бәрінде оқшамайтын категория бар. Сондықтан сіз қайсы виза түріне тапсырып отырғаныңызды білуіңіз керек. Бұл жерде сіз жөн саяхатқа бару, болмаса досыңызға, туысыңызға бару, туысшылау, болмаса medical treatment, былай айтқанда медициналық көмек іздеу. Осындай жағдай болған кезде сіз tourism B2 визаға тапсыру керек. Сонымен бұл визаны қалай алуға болады? Әрине көп жағдайда Канада, болмаса Америка визаларын бәрін торап арқылы тапсыруыңызға болады. Бір оқшамайтын жері Канаданың визасынан торап арқылы тапсырасыз, материалдарыңызды қолыңызға алып, Қазақстандағы Канада елшілігіне апарып тапсырып бересіз. Өзіңіздің қолыңыздағы паспортты да бірге. Ол жерде сізден интервью болмайды, сұхбат болмайды, сізден көп сұрақ сұрамайтын болады. Ал Американың саяхат визасынан сіз торап арқылы тапсырасыз. Бәрі материалдарыңызды қолыңызға алып, паспорттарыңызды алып, ақштың Қазақстандағы елшілігінен Алматыда, болмаса Астанада оған документіңізді тапсырып берген кезде сізде face-to-face интервью болады. Сізден сұрақ сұрайтын болады, сұхбат болады. Кейбір жағдайда сіз сұрақтарына дүзу жауап бере алмайтын болатын болсаңыз, документтеріңіз бәрі толық болған күннің өзінде де интервьюден өтпейтін болсаңыз, саяхат визаны ала алмайтын жағдайлар болады. Сонымен, біріншіден, қалайдан тапсыру керек, қандай материалдар керек? Жаңа айтып өттік, торап арқылы тапсырамыз. Торапта Form DS-160 дейтін бір документ бар. Бұл документтің ішіне сіздің көп жекелік жағдайдарыңызды жазуыңыз керек. Мысалы, әрине өзіңіздің аты жөніңіз, кімге барасыз, қандай мақсатпен барасыз, одан сәт өзіңіздің паспорттарыңызды өткен 5 жылдың ішінде Америкаға барып көрдіңіз ба? Болмаса басқа international travel, басқа мемлекеттерде тұрдыңыз ба? Көп жағдайда сіз басқа бір мемлекетте 6 айдан асып кеткен уақытта тұратын болсаңыз, көп материалдар сұрайтын болады 6 айдың ішінде. Не істедіңіз? Болмаса заңды жұмыстарға қатынаспадым дейтін дәлелдеріңізді беруіңіз керек. Сондықтан 6 айдан төмен болатын болса, ондай нәрселерді көп жағдайда сұрап кетпейді. Одан сырт, және айтып өттік, сіздің барған мақсатыңызға қарай отыра, оқшамайтын тағы да басқа документтерді сұрайтын болады. Мысалы, сіз өзіңіздің туысшылап баратын болсаңыз, туысыңыз кім, қай жерде тұрады, ол қандай жұмыс істейді дейтін сияқты ондай документтеріңізді тапсыруыңыз керек. Сіз медициналық treatmentқа баратын болсаңыз, қайсы докторханаға барасыз, қандай адам қай жерге деген сияқты басқа additional документтеріңізді беруіңіз керек. Басқа сырттай документтеріңізді тапсыруыңыз керек. Сондықтан бұның бәрі сіздің мақсатыңызға қарайды. Сіздің мақсатыңызға қарай отыра, оқшамайтын документтерді сұрайтын болады. Жаңағы бірінші, сонымен осы DS-160 документ тораптан бәрін қанық толтырамыз. Одан сырт, оны print out қылып шығарып алуыңыз керек, қағаз түрінде шығарып алуыңыз керек, оның ішінде нөмірдер болады, интервью оқылу керек дейтін бәрінде толық басқа ішінде информациондарды сізге беретін болады. Одан сырт, сіздің рәсіміңізді алуыңыз керек. Әрине біз әрқандай кезде паспорт болмаса визаға тапсырған кезде рәсімді апару керек. Бұны сіз әрқандай виза болмаса паспортқа түсетін рәсім ақштың паспорты визасы, болмаса Канаданың визасы дейтін болсаңыз, бәр жер біледі, соған одан мәселе жоқ, біранда сіздің рәсіміңіз керек. Ал интервьюді жаңа айттық, сіз документтеріңізді бәрін алып, ақштың Қазақстан Алматыдағы, болмаса Қазақстан Астанадағы елшілігіне апарып тапсырып беретін боласыз бұл жерде. US Embassy in Астанадағы жері Рахымжан Қошқарбаев жолы 3 нөмір Астанадағы орны. Ал Алматыдағы орны Самал 2
97 Жолдасбеков. Осы елшілікке апарып беретін боласыз. Әрине, елшілікке жете кіруге болмайды, сондықтан сіз бұл сіз бұл елшіліктерге барардың алдында телефон арқылы болмаса олардың тура бет арқылы қайсы уақытта мені өзімнің документтерімді апарамын, соны appointment жасауыңыз керек. Қайсы уақытта келу керек, қайсы уақытта қандай нәрселерді алып келу керек деген нәрсені елшілікте өзі сізге қанық айтып беретін болады. Елшіханаға барған кезде әрине сіздің документтеріңізді тапсыруыңыз керек. Бәр документтің өзінің паспортыңызды, нақ паспорттың өзін алуыңыз керек, рәсіміңізді алу керек, жаңағы DS-160 form документі алуыңыз керек. Одан сырт туысыңыз, досыңыз бар болатын болса, олардың орындары, одан сырт өзіңіздің тұратын жеріңіз. Өйткені сіз жаңа паспортыңызды апарып берген соң сол жерге қалады, паспортыңыздың үстіне қайсы уақытта сізге қайтарып беремін, қайсы адреске қайтарып беремін дейтін нәрсені сұрайды. Сондықтан сіздің өзіңіздің үйдің адресі болмаса, өзіңіздің қайсы адрес ең қанық дұрыс адрес, соны алып баруыңыз керек, айтуыңыз керек. Бұл адреске менің паспортымды, визамды осы адреске қайтадан жолдап берсеңіз болады дегендей. Одан сырт 14 жастан 79 жастағы аралықтағы адамдардың fingerprint, қол өрнегін жинайтын болады. Өйткені одан көп жекелік информацияларды жинайды. Сонда қанша ақша кетеді? 160 америка доллар. Бұл әрине әр жыл сайын кейбір өзгеретін жағдай болады. Бүгін 2021-4-20. Сонымен әзіргі жағдайда саяхат виза ақшқа 160 америка доллар. Ал интервьюдегі бір білуге тиісті жағдайдар. Мысалы, бірінші сіз не үшін барасыз дейтін сұрақ сұрайды. Өйткені сіз B2 виза түрін не тапсырып отырсыз? Бұл жағдайда қандай мүмкіншіліктер бар? Туысыма барам, досыма барам, қысқа уақыттық жөн сапар, болмаса жаңағы медицина treatment. Осы тәргені болады. Мысалы, сіз осы жағдайда мен барып қызмет іздеймін, болмаса мен барып үйренейін деп осындай айтатын болатын болсаңыз, сізге бұл визаны бермейді. Өйткені сіздің B2 виза түрінің ішінде оқуға болмаса қызметке істеуіңіз болмайды. Сондықтан сіз неге барасыз деген кезде туысым бар, туысыңыз қай жерде тұрады, не істейді, қанша уақыт тұрамын. Олардың бәрінің мындай документтарыңыз болу керек. Мысалы, туысыңыздың аты, қай жерде тұрады, қалайдан онымен хабарласуға болады, қанша уақыт тұрамын, қай жерде тұрамын, осының бәрін қанық айтуыңыз керек. Медициналық treatment болатын болса, қайсы медициналық центрға барасыз, қайсы докторханаға барасыз, орны қай жерде, қалайда онымен хабарласуға болады, қайсы уақытта баратын болды, қайсы докторды іздедік деген сияқты, соны қанық өзіңізде информацияңыз бар болу керек. Жаңағы онлайн торап арқылы тапсырған кезде бұның бәрін қанық жазбайсыз. Бірақ сіз интервьюға барған кезде өте қанық білуіңіз керек. Одан сырт жаңа айтып, тағы бір мүмкіншілік, мен жүрген саяхат. Ондай болатын болса, көп жағдайда holiday уақыт. Мысалы, сіз жүрген бір қысқа уақыттық саяхат болатын болса, мереке уақыттардың алды арты осындай кездерде беретін болсаңыз, ол өтеді. Өйткені ол бір мереке. Одан сырт сіз өзіңізді бара жатқан мақсатыңызды қанық айта алатын боласыз. Енді бірі intend to depart the United States after your trip. Енді бұл интервьюде тағы бір сұрақ сұрайтыны, сіз өзіңіздің айтқан сөзіңізде, айтқан уақытыңызда қайтасыз ба дейтін нәрсені салмақтап, соны assessment, соны бағалап көреді. Мысалы, сіз уақытында қайтатын жағдай қандай, өзіңіздің үйіңіз бар. Ондай болатын болса, үйдің куәлігін қолыңызға алып жүруіңіз. Болмаса, қызмет орным бар. Қызмет орнының бір хаттары, қайсы орында істейсіз, қалайдан хабарласуға болады, осындай хат болу керек қызмет орнының. Енді бір жағдайы сіздің семьяңыз бар. Мысалы, той куәлігіңізді болмаса, балалардың бала куәліктерін алып жүретін болсаңыз, семьяңыз бар, үйіңіз бар, қызметіңіз бар, сондықтан сөзсіз ақшта тұрмайды, өз мемлекетіне қайтатын дейтіннің дәлелі болады. Одан сырт, үшінші жағдай, интервью кезде сізден сұрайтыны, your ability to pay all costs of the trip. Бұл айтқанда, саяхат уақытында сіздің
бәрі келіп саяхат уақытында тұратын, өзіңізге жеткілікті ақшаңыз бар дегенді дәлелдеуіңіз керек. Келетін, кететін, болмаса сол жақта тұратын қанша уақытына байланысты соншалықты жеткілікті ақшаңызды бар екенін дәлелдеуіңіз керек. Бұл үш жағдайды бәрін дұрыс қанық айта алатын болсаңыз, әрине интервьюден оңай өтіп кете аласыз. Ал жаңа DS160 графасына түрлі қатысты сұрақтарыңыз бар болатын болса, комментарийға жазыңыз. Өйткені бұл графада өте көп информация бар екен. Бұл жерде 80 неше бетке шейін бүйтіп шығарып көрсеткен. Сондықтан мен бір жылда бір видеоның ішінде оның бәрін толық айта алмаймын. Үлкен жағынан сізге қандай материалдар керек деген нәрсені ғана айтуыма болады. Ал сіздерге керек болатын болса, оны қалайдан толтыру керек дейтін болсаңыз, торап арқылы бірге отырып жазуымызға болады. Сонымен бүгінгі видеомыз осы жерге шейін. Сұрақтарыңыз бар болатын болса, комментарийға жазыңыз. Бұл видео сізге жаққан болатын болса, сіз лайк басыңыз. Каналымызға жазылмаған болатын болсаңыз, каналға жазылыңыз. Елдерге тарқата жүріңіз. Сізбен бірге болған Анара Нұраханқызы. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыз. Рахмет.